Баршаларыңызға қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, кейбіреулеріңізге қайырлы түн. Менің есімім Төрехан. Сіздер үшін осы Codeways Төрехан YouTube арнасында сайт жасауды нөлден бастап үйрететін Web Development 1.0 курсын жасап, тегін жүргізуге ниеттеніп отырмын. Бірден айта кетейін, курс барысында мен сіз деп сөйлейтін боламын, өйткені біріншіден бұл видеоны менен жасы кішілер, сонымен қатар менен жасы үлкендер көріп отыруы мүмкін. Енді жасы кіші адамның жасы үлкен адамға сен деп отырғаны жарамас. Екіншіден, сіз деп сөйлеу ол сыпайылық және әдептілік. Сыпайы және әдепті адам, мысалға, сіз осы есексіз деген сияқты айтпайды. Үшіншіден, менің сіз деп сөйлегенім сендерге деген құрметім. Сайттардың екі бөлігі болады, фронтенд және бэкенд деген. Енді бұл курс барысында біз фронтендке жауап беретін HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap деген технологияларды қарастыратын боламыз. Енді бэкендке тоқтайтын болсақ, біз PHP және MySQL деген технологияларды қарастырамыз. Солардан кейін біз, яғни сайттарды код жазбай-ақ құрастыруға болатын конструктор, яғни WordPress-ті қарастырамыз. Ол мысалға бір шаблонды сайттар жасау үшін өте таптырмас, керек және пайдалы технология болып есептелінеді. Содан кейін API деген ұғыммен танысамыз. Енді осылардың бәрін пайдалана отырып біз сайтымызды жасағаннан кейін ол сайтымызға мысалға төрехан.kz деп достарымыз кіре алатындай болу керек. Ол үшін біз жаңағы жасаған сайтымызды веб-хостингке жүктеуіміз керек. Оны қалай істейтінін осы курс барысында қарастырамыз. Онымен қоса бір ай тегін веб-хостингті қалай алуға болатындығын келесі видеоларда қосымша айтатын боламын. Сайтымызды веб-хостингке жүктегеннен кейін ол, яғни бір интернеттің бір бөлігіндегі серверде жатыр деген сөз. Оны басқару үшін көбінесе бізге мынандай терминал керек болады. Ол терминал арқылы біз әртүрлі командалар жазамыз. Сол үшін біз Linux-тың, яғни негізгі бастапқы командаларында жазуды үйренеміз. Сосын ең соңында үйренетіміз ол Search Engine Optimization. Ол арқылы біз сайтымыздың Google және Яндекста жеңіл табылуына әрекет жасаймыз. Неге дәл осы технологиялар таңдалғанын әрбір бөлімнің бас жағында қысқаша айта кететін боламын, бірақ та осы технологиялар арқылы біз бір сайттың жұмыс істеп тұруын толыққанды қамтамасыз ете аламыз деп сеніммен айта аламын. Қызық болса, келесі видеода көріскенше.